Қайырлы күн оқырмандарым, сіздерге Ақтауда теңіздің жағасында болған жайтты айтып берейінші. Біздер теңізге барған болатынбыз, каникулда балаларды қыдыртып. Сол теңіздің жағасында осындай жайтқа куә болдым. Бір ер адам осылай әйел адамды топырақпен көміп, үстін кәдімгідей топырақты салып, төмпешік қылып жатыр екен. Мен қорқып кеттім кәдімгідей, шынымен де. Содан кейін телефонымды алып, видеоға түсіріп, мынау не болып жатыр өзі деп, жан-жақты түсіріп тұрғандай болып, жайлап түсіріп алдым. Бірақ ол ер адам мені түсіріп тұрғанымды көрсе де маған ештеңе деген жоқ. Енді бірінші көргенге өте қорқынышты жайт. Сосын ана әйел адамның бетіне қарасам, ол әйел адам кәдімгідей әңгімесін айтып, күліп солай жатыр екен. Расында да басында қорқынышты болды. Сұрай келе, бұл өздері апалы, інілі бауырлар екен, яғни өзінің сұрауы бойынша осылай топыраққа көміп жатыр екен.